Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің аты жөнім Керімбекова Мариям Тұрланқызы. Түркістан облысы Келес ауданы нөмірі 22-ші Зиябек Рүстемов атындағы жалпы орта мектептің география пәнінің мұғалімімін. Қазіргі күнде ұбт тапсырмаларының ішінде география пәнінен көптеген есептер беріліп жүр. Бүгінгі күні қашықтан оқыту кезінде мен сіздермен тест тапсырмаларында кездесетін есептердің шығару жолдарыменен бөлісетін боламын. Бірінші есепке қарап көрейік. Картаның масштабы 1 бөлінген 5000 сантиметр. Екі нүктенің ара қашықтығы картада 4,5 сантиметр болса, жердегі қашықтық қанша деп сұрап тұр. Ол үшін біз 5000 сантиметрді метрге айналдырып, яғни 100-ге бөлеміз, 50 метр шығады. 50 метрді картада көрсетілген 4,5 сантиметрге көбейтеміз. Сонда 225 метр шығып тұр. Яғни жауабы 225 метр екен. Ал енді екінші есебімізге қарап көрейік. 1 сантиметрде 90 километр болатын атаулық масштабты сандық масштабқа ауыстырғанда қанша болатынын сұрайды. Бұны шешу үшін біз әуелі 90 километрді сантиметрге айналдырамыз. Әуелі метрге айналдырамыз, 90 000 метр болады, сосын барып сантиметрге айналдырамыз, 9 миллион болады. Яғни жауабы 9 миллион сантиметр екен. Жауабы сандық масштабтың 1 бөлінген 9 миллион В жауабы. Енді үшінші есебімізді қарайық. Үшінші есебімізде Лихтенштейн князьдігінің жер көлемі 157 километр квадрат болса, халқы 33 миллион екен. Халықтың орташа тығыздығын анықтаңыз. 33 миллионды біз 157-ге бөлеміз. Сонда 210 шығады. Яғни Лихтенштейн князьдігінің жер көлемінде орналасқан халықтың тығыздығы 210 адам. Жауабы С варианты. Енді төртінші есебімізге қарап көрейік. Төртінші есебімізде өзеннен жолға дейінгі қашықтық 1 километр, оның картадағы қашықтығы 20 сантиметр болса, масштабы қандай екен? Бұл жерде де өте оңай есеп. Біз 1 километрді сантиметрге айналдырып 20-ға бөлеміз. Сонда картаның масштабы шығады. Бұл жауап Д жауабы. 5000 сантиметр. Бесінші есепте, егерде биіктігі 40 метр төбенің басында барометр 758 миллиметр сынап бағанасында көрсетіп тұрса, онда төбенің етегіндегі атмосфералық қысым қанша миллиметрге тең дейді. Біз білеміз, әрбір 10 метр сайын атмосфералық қысым 1 миллиметрге төмендейді. Сол себептен біз 40 метрді 10-ға бөлеміз, 4 миллиметр шығады. 758 миллиметрге 4 миллиметрді қосамыз. 762 миллиметр шығады. Сонда төбенің етегіндегі атмосфералық қысым 762 миллиметрге тең. Е жауабы. Алтыншы есебіміз. Оңтүстік жартышарда су 81%-ті құрайды. Ал құрылық 19%-ді алып жатыр. Құрылықтың ауданын сұрап тұр. Байқасаңыздар, бұл жерде логикалық сұрақ болып тұр. Ол үшін біз әуелі оңтүстік жартышарды анықтап аламыз. 510-ды 2-ге бөлеміз, яғни оңтүстік жартышарымыздың алып жатқан аумағы 255 миллион километр квадрат екен. Енді 255 миллионды 100% деп алып, ал 19%-ды X деп пропорция құрамыз. 255-ті 19-ға көбейтіп 100%-ға бөлеміз.
яғни 255-ті 19-ға көбейткенімізде 4845 шығады. Бұны 100-ге бөлсек 48,45. Яғни жауабы жуық шамамен оңтүстік жартышарда құрлықтың алып жатқан көлемі 49 миллион километр квадрат екен. Әріптестер, енді 7-ші есебімізге келейік. Қазақстанның жер көлемі 2724,9 миллион километр квадрат. Еліміздің жер аумағы құрлықтың қанша пайызын алып жатыр екен? Біз білеміз, құрлық жер шарыныңдағы құрлықтың алып жатқан аумағы 149 миллион километр квадратты 100% деп аламыз. Ал Қазақстанның жер көлемі 2724,9, бұл x%, x-ті көрсетіп тұр. Яғни тағы да пропорциямен шығарамыз. 2724,9-ды 100-ге көбейтіп, 149-ға бөлеміз. Сонда жауабы 1,8 шығады. Қазақстанның алып жатқан аумағының үлесі жер шарында құрлықтың ішіндегі 1,8 екен. Жапон теңізінде тұрған кемедегі эхолотқа келетін дыбыс сигналының уақыты дейді. Яғни Жапон теңізінің тереңдігі берілген 3720 метр. Біз білеміз, дыбыстың жылдамдығы 1 секундта 1500 метр екенін. Олай болса, 3720 метрді 1500 метрге бөлеміз, жуық шамада 2,5 метр шығады. Енді осы 2,5-ті 2-ге көбейтеміз. 5 секунд шығады, себебі дыбыстың қайтар уақытын қосып есептейміз. Жауабы 5 секунд. 9-шы есеп. Талдықорған қаласында жауын-шашын мөлшері 412 мм, ал булану 800 мм болса, ылғалдану коэффициенті қанша деп сұрайды. Бұл жерде біз ылғалдану коэффициентінің формуласын еске түсіреміз. Яғни К бөлінген жауын-шашынның буланушылыққа қатынасы. Бұл жерде 412 мм-ді 800-ге бөлеміз. Сонда 0,151 мм шығады. Яғни есебіміздің жауабы ылғалдану коэффициенті 0,151-ге тең екен. Енді 10-шы есепті қарап көрейік. Канаданың халқы 34,1 миллион адам. Оның 3-2 бөлігі ақш пен арадағы шекарада қоныстанған дейді. ақш пен шекарада қоныстанған халықтың санын сұрап тұр. Ол үшін біз әуелі Канаданың жалпы тұрғынын, яғни 34,1-ді 3-ке бөлеміз. 11,3 миллион адам шығады. 11,3 миллион адамды 2 бөлікке көбейткенімізде жуық шамамен 22,7 миллион адам. Яғни жауабы 22,7 миллион адам екен. Әріптестер, міне азғантай уақытта болса да сіздермен бірнеше есептерді қарап көрдік. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.